Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 112-ші сабақ, 39-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзуді аға үйрет. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен, қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай. Іні шегім екеуміз, жүзсек дейміз балықтай. Өлеңнің авторы Әділғазы Қайырбеков. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Бірінші сұрақ: көл бетінде не қалқып жүр? Көл бетінде үйрек қалқып жүр. Екінші сұрақ: жүзуді үйрет деп жүрген кім? Жүзуді үйрет деп жүрген ағасының інісі. Үшінші сұрақ: көл бетінде қаздар қалай жүзіп жүр? Қаздар көлдің бетін сызғылап жүзіп жүр. Келесі сұрақ: суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзу пайдалы. Бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Шымыр әрі адамда өзіне деген сенімділік пайда болады. Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Суда жүзуді үйрену үшін қорқыныш сезімді жеңу керек, жаттығу керек және тепе-теңдік ұстап үйрену керек. Өлеңдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал. Балалар, мәтіндегі қарамен берілген сөздер ызғын, дәрменсіздік және жалықпай сөздері. Бұл сөздердің мағынасын сөздіктен қарап біліп алыңыздар. 40-шы жаттығу: есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Бір қатар, ал оны реттік сан есімге айналдырсақ: бірінші қатар. Үш орын, үшінші орын. 9 мектеп, 9-шы мектеп. 6 сынып, 6-шы сынып. Сан есімдерге сұрақ қой. Олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір. Ең алдымен есептік сан есімдер, яғни 1, 3, 9, 6 сандары, бұларға неше деген сұрақ қойылады. Ал бірінші, үшінші, 9-шы, 6-шы сан есімдеріне нешінші деген сұрақ қойылады. Яғни есептік сан есімдерге жұрнақ жалғану арқылы реттік сан есімге айналды. 41-ші жаттығу: өлең жолдарының ретін тауып жаз. Тұрсын Елеусізұлының өлең жолдары берілген. Бұлар ретсіз жазылған. Қазір біз оны ретімен жазып шығамыз. Асыр салып баладай, сыр жүгіріп ағады. Ақ сүт берген анадай, сусындатар даланы. Өлеңді қатесіз көшіріп жазамыз. 42-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді. Терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Сұрақтар: бірінші: Арман не істеді деп ойлайсың? Менің ойымша, Арман балалардың қасына барып, бұтақтарды сындырғаны үшін ұрсады деп ойлаймын. Екінші сұрақ: Арманның орнында сен болсаң, не істер едің? Арманның орнында болсам, балаларға ұрыспай түсіндіретін едім. Ағаштарды сындыру бұл тәртіпсіз балалардың ісі. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоға міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, видеоның астындағы комментарийге жазсаңыздар болады. Мен міндетті де оқып жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.